Сасвақаларақта тариф етмеге азырмы студияда мен Ленуза Борсеитова çalışам. Хайрлы акшамлар. Екінші санчы Ярымадада коронавирус вакцинациясының екінші басамағы девам ете. Бар чағырылуы яқынлаша аскерлерінің яшайшындан боркун. Халк айта нефақаджылар қорантасы келерде яшай. Таврида трассасына яқын ерлешкен 9 қой шер ара ве шер ішінде қатнаған автобуслар маршрутына қошылған еді. Бұл ақта Қырымның нақлият везірі Евгений Исаков құрыжылық суалері бойынша мушавереде хабер етті. Ойымде қайдетті ки Қырымда яңы пиаделер кечітлері ерлештіріле, демір yollar кечкен ескілері есе реконструкция етілежек. Ислам Терек районының Ой-Құю койынды, Бақчысарайда, Еді-Құю районының Багирова қасабасында, Сақ шерінде қошма ер асты пиаделер кечітлері назарда тұтыла. Бұл демір yolını араба yolu кечкен ерлерді. Пиаделер yolчықларыны кенішілетмек ве қошма yol ишаретлеріні ерлештірмек бойынша чәрелер бақылды. Қырым yolbaşçısı Сергей Аксенов шер ве район мемуриетлерінің реберлеріне құрыжылық объектлерінде үшлер кетішатыны контроль етмеге тевсие етті. Тыш қызметчілер объектлерге вақтында чықмақ керек. Емде мұтлақа ұйғынлашу болмалы. Кележек жұма ақшамына же, кележек мушавереге же әркез доғруланмалы. Фарос қасабасының сәкенлері ерлі паркта құрыжылық алып барылуына қаршы чықалар. Олар петициялар имзалайлар прокуратураға ве акимет органларына мұражат етелер. Қырым yolbaşçısı Сергей Аксенов білдірді ки, эпысы суаллерінің чезілуі адамларға кяр кетірмек керек. Ойымде хабер етті ки Фарос сәкенлерінің тешебүсчілер группасының көрішу кечірмеге азыр. Меселелерінің чезілу yollara ақында құрыжы теклиф еткен компромислер ве паркның кележегі ақында бізім репхамыз. Ерлі Сакин Людмила Булатова Фароста құрыжылыққа қаршы чыға. Айтаки, ишлер уникаль парк территориясында алып барыла. Бұл біздің паркымыздың севімлі көшесі. Біз мұнда қоранталарымызмен, торынларымызмен келедік. Балаларымыз мұнда кезінеді. Менің артымда паспорт. Мұнда алып барылған эпса объектлерінің бір весикасы. Паспорт сақте. Мұнда не мейданлық, не қачқа толғаны бірші белгіленмей. Ерлі Сакинлер Акбарс адлы бала лагері құрылғаны себебінден ратсызланалар. Бала шифаханесі оларға парқа кірішіні қапатар. Ветереклер пычылып битер деп қорқалар. Тыш қызметчінің векілі Карим Шакиров анлатты ки, құрыжылық қанун черчевесінде алып барыла, ветабиатқа зарар кетірілмей. Біз мұнда пычхан тереклеріні незарет орғаналарға көстердік. Бізге рұқсет берділері қанун бойынша, егер біз оларыны кессек, біз екі керезеде қайтармақ керекміз. Біз месулиетлікні бойынымызға алдық, тазминатны үш кереге арттырармыз дедік. Ерлі Сакинлерінің субет тізмек үшін акимиет векіллері етіп келділер. Қырым Жұмхуриеті yolbaşçысының ярдымчысы Юлия Жукова адамларының эпсі суаллеріне жауап бермеге сөз берді. Оның айтқанына көре, эпсі меселелер тешебүсчілер группасының бераберлікте чезілежек. Бұл тек Фарос паркы территориясына кіріш суаллері дегіл. Бұл тек ерлі сәкенлерінің меселелері дегілді. Фарос паркына келген зеречелерінің, яғни Фарос паркының мұсафирлерінің. Оның үшін мұнда Қырымның Женеби ялысында парклар сақланылуына ве умумен Қырым Жұмхуриеті медени мирасы ақында лаф үрсетілі. Бұл суаллер шымды қасаба сәкенлеріні ратсызлай. Екі тарафнен көрішкен сонда бір топлашув кечірмек қарары алынды. О вақыт тешебүсчілер группасы оларны рассызлаған суаллеріні сеслендірежек. Сергей Аксенов ичтимаи ағлардаки ось ичтимаи сайфелерінде білдірді ки, эпсі суаллер Фарос сакинлерінің кярына чезілежек. Парқа кіріш ачық қалажақ. Эмде сирек раст келген тереклер сачылажақ. Қырым Жұмхуриетінің yolbaşçısı хабер етті ки, егер керек олса, Фарос сакинлері ве тешебүсчілер группасының көрішу кечірмеге азыр. Дауд Чахалов, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун, Ялта. Ахмечит районының Сарабыз қасабасында 40-тан зияде сәкинге текрар ашлама япылды. Бірінші кере 3 февральның дұртыне раст келген еді. Бүгін екінші компонент япылды. Поликлиникада мұхбірлеріміз болынды. Вакцинация қапсызлық гарантиясы. Ашылама ақында тамам бөле фікірні 70 яшлы Николай Коваленко білдіре. Бүгін Сарабыз район хастаханесіне текрар келді. Айта ки топлы вакцинация ақында білгенінен язылды.
Yazıldım ve fevralның 4-інде тиби бақудан кечіп, бірінші ашыламаны яптырдым. Bir şey duymadım desem olur. Yengil keçti. Sıcağım yarım gradusқа көтерілді. Коваленко қорантасында aşılamanı herkes yaptırdı. Adamlar faalce yazılı başladılar. Komponentni endi 36 binden ziyade kırımlı aldı. Kun-kunden bu rakamlar artta. Vaksinаны maksus buzdolaptan çıkaralar. 20-30 dakika erikten son sançını yapmak mümkün. Bugün bu 40'tan ziyade adam olacak. Onlarını terapevt ekim baka. Karşı allar olsa yaşalama yapılmay. Толдырылған весиқаларнен келелер, разылықнен, екимнің изінінен. Біздің поликлиникамызға айт хасталар келе, біз оларға ашылама япамыз. Бүгін енді 30 адамға ашылама yapıldı, да 10 адам невбетте. Bugün poliklinikada vaksinasiyanın ikinci basamağı keçi. Kelgenlerinin ekseriyeti 50 yaşından büyük. Birinci sançından son bir kimsenin alı ağırlaşmadı. Fatime Agayeva, Sivila Memetova, Alim Sidaliyev, Millet için Ahmezcit rayonu. Халк айта, біздің muaririyetimizge Бахчысарай районының Албан қасабасында яшаған эмек ветераны Белал Асанов мұражат етті. O енді çok yıl devamında umur arkadaşının келерде sıkılıp yaşamağa mecbur. Nefakacının yaşayış şarayetleri hakkında bizim levhamaz. Urbalarımız apı ek sandıkta tura. Yan haladenlik aldık mı abırında tura. Yer yok bunda. Эмек ветераны Албат қасабасының сакені Белал Асанов өз шейлерінің не ерде тұтқаныны көстере. Яны буздолапны олар сарайға қойдылар, чүнке олар яшаған ерде она ер жоқ. Мына bu yerde kengligi 2 metre, uzunluğu 3 metre. Ek komnata. Bunda yatıp turamız. Белал Асанов 45 yıl бербер олып çalıştı, 4 kızına terbiye ve tahsil berdi. Rahmetli birinci karısı mektepte hoca çalışkan edi. Bu evde ona ayrılgan edi. Anda bugün 2 kızı ve 4 torunu yaşaylar. 62 kvadrat metrede 3 хорanta sıkılıp yaşay. Kızlarda bir tanesine akay öldü, bunda otura. İkincisi de Nimet akaya vardı. Oturmaya yerler yok, bunda otururlardı. Ekinci karısıyla olar kelerge koçtiler mında gaz kateli tora. Meseleler de tamam ondan başlandı. Gaz hocalığının hadimleri endi 3 kere sakinlerini haf aktat tenbeyleyler ve agregatını meskenden alıp taşlamağa ya da kellerini kerek olğanı gibi kullanmağa talap eteler. En gerçi bunda yaşayacak olsanız ya gaz keseceğimiz ya bunda yaşamayacağızlar dedi. Çünkü ne çare oturamız, ne bak. Hepsi gerekli vesikalarını toplap Belal Asанов defalarca hakimiyet vekillerine müracaat etti. Ama onun sözlerine göre mesken nefbeti yıllar devamında yerinden kıpırdamay ama emek veteranı ona yardım ederler deyip umut etti. Hükümet bir yardım etse yaxşı olardı. Biz bütün hükümetten sorayımız yardım etmeye. Başka çaremiz yok buna burada. Buna mümkün değil. Yaşayışı bir türlü nemesi yok. Tuvaletimiz şehirde. Vannamız yok. Albat Koy Şurasının reisi Larisa Şadrak Асановлар xorantasındaki vaziyet hakkında haberdar. Керчектен де о бізде сүргін өтірген оларақ небетте тұра. Афсуски бір şey беріп оламаймыз, çünkü municipal mesken құрылмай ve ayrılmay. Бахчысарай районының мемориетінде anlattılar ki Albat kasabasının sakini Belal Асанов kvartira nevbetinde 2018 sene turgan edi. Umumin nevbette 68 adam tura, cedvel boyunca o 67. Вазиет ақта білеміз, бұл ватандаш квартира невбетінде тұра, демек невбеті келген вақыт оңа мескен тақдим етілежек. Sizin bir meseleniz peyda olsa ve siz onu bütün hırımға açmağa isteseniz bizge yazınız ya da telefon açınız. Telefon numarini ve elektron poçta adresimizni ekranlarınızda koresiniz. Safiye Şukurova, Sultaniye Sitakayeva, Vitaliy Golubov, Millet için Бахчысарай rayonu. Алуштанын Küçük Ozen koyunda bala bahçasının tamiratı devam etmekte. İşçiler temelini ve divarlarını pekittiler, şimdi endi yangi elektrik ağlarını çekeler. Rekonstruksiyadan son bala bahçası 100'den ziyade kenceni kabul etip olacak. Mektepten evvelki müessese öz kapılarını ne vakit açacağı hakkında bizim levhamız. Şimdi объекте gaz-beton bloklar yerleştirilе, son işçiler bezetuv işlerine geçecekler. İşler yılının birine yekünlenmek gerek. Александра Проданик Küçük Ozen koyunda doğdu ve osты. Şimdi endi ozu de ana oldu. Bala bahçe açılımını sabırsızlıkla bekley.
Көйімізде дегер аналармен бераберлікте қуанамыз. Ниет біздің көйімізде бақча açılacak. Біз балаларымызны мында кетірежекміз. Менің қоқламда мында қатнажақ бұны айтлы, чүнки тувақ көйіне қатнағанда әртеже чықмақ керек. Объектнің құрылмасына 82 миллион рубль айырылды. Оларның ярыдан зиядесі 42 миллион. Енді масраф етілді. Бұл ерде 40 işçi çalışа. Олардан бірі Алексей Моисеенко. Объект тікленілі башланғанынан берлі çalışа. Бала бақчасыны құрмақ бұл яқшы іштір. Әмде мұнда дениз яқын шымды да қызмады. Біз sıcak havаны беклейміз ве белке ювынармыз. Бұл объектні тапшырған сон башқасына кечерміз. Екі қатлы бала бақчасы 100-ден зияде кенжені қабыл етіп олacak. Құруcılık федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла. Әневелі темеліні пекеттік. Мутехасысларымыз бұны бежерділер. Инъекцион свайлар қазып ерлештірділер ве монолит ішлер олды. Бинаның тізіліші ақында айтсақ, біз оны мақсус демірлерінен хавилештірді, арматуралар ерлештірдік. Шымды ішлерінің 50% бежерілді. Құруcılar бар күчнен çalışалар ве ішлеріні графиктен евел алып баралар. Туған тіліміз байлығымызdır. Ана тіліміз бойынша йыллық олимпиада Фюзи Якубов адына Қырым Мойындеслік педагогика университетінде кечірілді. Тантаналы açылу насыл кечкен ақында мұхберіміз Лиля Исламова тариф еті. Айша Тупикова эски Қырымдан келді. Район олимпиадасында екінші ерні қазанған еді. Жүмхури басамақта ғалебе қазанмақ ниетлене. Айша тариф етеки туған тіл бұл милетіміздің жаныдыр. Бір Қырым татары оны білмек ве бұ тілде қонышмақ керек. Ең енгіл вазифелер башында олды. Қырым татар әліпбесінде қач ариф, қач созу, қач тутук. Мен олимпиадада иштирак еткенімнің себебі ана тіліміздің білгенімі таздықламақ үшін. Мен Қырым татар тіліні пек бегенем ве менің балаларымда оны білгеніні истередім. Алиме Минасова да кечкен сене өзі студент оларақ олимпиадада иштирак еткен еді. Бүгін енді сынып ребері оларақ өз талебелеріні кетірді. 9-шы сынып талебелері де қалебе қазанмақны мақсат қоялар. Ниет біз бүгін олимпиадада топлашты. Бүгін 13-ші студентлер үшін олимпиада кечіріле ве мен бүгін оча оларақ өз талебелеріні кетірді. Бұл сене Қырым татар тілі бойынша өз білгілеріні тәшкермек үшін 70-ке яқын иштиракчы топланды. Олимпиаданың əsas мақсады ана тіліміз огренілігі рахбетлештірмек ве бұл тілде фаал шекілде қонышмақтыр. Йыл бұл күнлерде біздің университетімізде Қырым татар тілі, Қырым Жұмхуриетінің девлет тілі бойынша олимпиада кече. Балалар ана тілімізні білгенлері, өз yüksek білгілеріні нумайыш еткенлері қуандыра. Бұндан да ғайры тек Қырым татар дегілде, Жұмхуриетімізде яшаған башқа миллет векіллері де иштирак еткенлері пек яқшы. Олимпиада екі басамақтан ибарет. Біріншісі тест вазифелер, екіншісі тақдимнаме. Презентация үшін иштиракчылар үч мевзудан бірсіні сече білділер. Тарих, медениет, белли әрбаплар. Тест вазифе бежерілуіне 1 саат вақыт беріле. Бірінші турның нәтижелері енді бүгін белли улажақ. Ғалиплеріні фахри ярлықлар ве пара мукафатлары беклей. Ама олимпиаданың эпысы иштиракчылары үшін ән бұйық бақшыш туған тілімізні темелден білгенінде әмінлік олур. Лили Исламова, Азиз Неметулаев, Милет үшін. Улы ватан женкі йыллары эляк олған Қызыл Орду аскері Самвел Захарянен ведалашу ве оның кемиклеріні беру мерасымы бүгін Ахмеджетте халық ордусының Қырым Жұмхури штабында кечті. Аскердің кемиклеріні 2020 июль айында Яңы Қапу районының территориясында араштырыcı волонтерлар тапқан еділер. Оларны аскер медальонындан таныдылар ве Нагорный Карабахның Гадрут районы Азоқ көйінде яшаған сой акрабасына теслим еттілер. Андан оны жебеге алдылар ве о ерде аляда аскерінің туғанлары яшай. Бірінші невбетте бізім Қырым араштырыcılarına teşekkürler білдірмеге істейміз. Олар бойле мұйым ішінен оғрашалар. Улу ватан женкі аскерлеріні араштырып тапалар. Біз білеміз, сонки аскер дефін етілмегенже женг девам ете дейлер. Оларның іші ағыр, амма бұ севаптыр. Сақ олсунлар. Самвел Захарян ile бераберлікте да 9 Қызыл Орду аскері тапылған еді. Бірінің янында Маузер гильзасы ята еді. Кечкен сене біз июль айында çalıştық. Берекет топланған сон фермачылар бізге рұқсат берелер. Ве біз ұрушлар кечкен мейданларға чықамыз. Біздің хариталарымыз, схемаларымыз бар, малюматны топлаймыз, далил етеміз ве сон бұ тарлаларда араштырыcı ишлер кечереміз.
Қырым Русияның бірлешуінің 7 елігіні қайдетмеге азырлана. Қырым байырының әрбір күні қатыра ташый. Біз о вақаларда фаал іштірак еткен қараманлар ақында малюмат циклыны девам етеміз. Виктор Аносов 2014 сенегече иш адамы оларақ чалышты. Қырым бары оның зенатыны ве умумен дүния бақышыны деңіштірді. 23 февраль күні о Қырымның халық ордусына қошылды. Ярым адамызда бұл вақаларының соңы хайыр олғаны тек қырымлыларының бірлігіне бағылы деген фікірде. Егер Қырым халқы ғарб ве фашистлер тарафдарларына қаршы көтерілмесе еді, бізде мында Карабах ядадан баста юз берген вақалар олыр еді. Ватанда тарихи вақайлардан соң Виктор Аносов Донбасс сакинлеріне ярдым етмеге yol алды. Анда 3 жыл қызмет етті, епісі бұйы құрышларда іштірак етті. Мен Донбассқа ярдым еткен Қырым отрядының бірінші группасы теркібінде едім. Отрядның тек ярысы сақ қалды. Біз әмде Славянск шерлерінде болындық. Халық бізге пек ярдым етті, қол тұтты. Сынырсыз спорт Кентавр адлы арабатчықларда теннис клубы мұнтазам идманларыны башлады. Қырым адлы Хайрия фонды идманжының қазанчысыны төлемеге ярдым етті. Идманлар насыл кечеве Қырым спортчыларына насыл имканлар берілген ақында нәтижесі сайвы біле. Топчы құрыла ве ойын башлана. Корт үстінде Кентавр адлы арабатчықларда теннис клубының етекчі ойыншыларынан бірі Али Кадралиев. Енді 2 жылдан берле учаятқан топ ве ракетка оның әм бұй кавеслігі олып қалды. Қорқу ве оғырсызықларының еніп, әрдайым кортқа ашыға. Мені бұл спорт чешітіне танышларым алып келді. Олар егетлер топлашы бұйық теннис ойнап башлады деділер. Мен бұны бегендім, мерақланым, башландым. Шымды Кентавр теннис клубында 10 спортчы оларының біздің ватандашымыз Сурен Эреджеповның ғаясы бірлештірді. Сурен бұйық тенниске қазаланғаны себебінден келді. Екі кере күчлерінің халқара турнирлерде сынады. Озыны бұл спорт чештінде тапып, дігерлеріні желп етіп башлады. Ең асасы команда Рухудей 3 жыл девамында клуб мақсус арабатчықларыны елде етті. Бұл 5 көпчек ве 360 градусқа айланмақ имканыдыр. Идманжы іші үшін пара төлемек имканы пейда олды. Енді біздің күчлеріміз, фікірлеріміз тек идманларға доғыртылacak ве бұл пек яқшы. Азырланмақ үшін себеп бар, огде ярышлар олacak. 2 ел девамында спортчыларға Максим Даценко тәсіл бері аптада 2 кере дерс 3 саат девам ете. Идманларға сақ шерінден қатнай. Егитлер де мен кыбы теннисны севелер. Эвеллері білмейм шымды севелер. Ава насыл олса біле дерслер кечіріле. Идманжы қазанған параларны төлемек имканы пейда олмасы үшін команда Қырым адлы Хайрия фондына тешікірлер білдірен. Тамам олар спортчылардың рижасына оператив шекілде сесленделер. Фондын хесабына пара топлап башладылар. Оны интернетте, ВКонтакте, Фейсбук ағларында тапмақ көрмек мүмкін. Қырым адлы Хайрия фонды ве бізім реквизитлеріміз. Истеген адам идманжы сөзі или пара yolлай біле. Бұл спорт чешіті айры спортчыларға яқшы беден реабилитациясы үшін имкан бағышлай. Мұнда әр шей бар. Азарт, әрекет, тендіріслік ве яқшы кейф. Кентавр командасы оларға қол тұтқанлар олғаны себебінден муафақетке қаршы адымлай. Белки енді яры мемлекет яны чемпионларына таныр. Нәжисәві Сәдвилляев, Милет үшін. Ватан имайджысы күні кечті, огде бар чығарылуы. Олачақ аскерлер оны еяжаннен беклейлер кемердейсе атта сақыналар. Ордуда қызмет насыл олачақ. Савдашларнен, командирлернен мұнасебетлер насыл олачақ. Зенандашларым бұл мевзуны огренмеге тырыштылар. Рядовой Седометов для получения боевой гранаты. Рядовой Седометов арби гранатаны элде этмек үшін огге. 365 күнге онайтлық зонасындан чықмақ ве бұл вақытыны арби санат огренілуіне бағышламақ. Ватанға боржыны қайтармақ. Артқач дойғыларны арби қызметчілер полигонда сарф етелер. Полигонда яшлар жедейве аслафетелер. Талимлерден сон арби қызметчілеріні уйле емегі беклей. Мұнда курорт отеллерінде олғаны кыбы ашаталар деп шақалаша егітлер. Эссас емеклерден ғайры гарнирлеріні де алмақ мүмкін. Маддеміз пек яқшы деп итираф етелер. Евдекі кыбы лезетлі сон бутун күнге күч ете. Сами видите. Өзіңіз көресіз, чешіт салаталар істегеніңіз кыбы макарон, гречка, шорбалар.
Юқуға 8 саат беріле, саба оларны 6:30-да уяталар. 15 санияде серник янғанчы киінмек қайдысы есе керчек дегіл екен. Аскерлер өзлеріні тәртіпке кетірмелері ве зарядкаға тізілмелері үшін вақыт етірлі дей Алим Мамедов. О дұху сайдан берлі қызмет еті. Тәсюрат ве тәжірибе топлай. Емді контракт имзалама қақында түшіне. Есть очень много плюсов, которые меня привлекли. Яқшы тарафлары пек чоқ. Оларны бегенем, сенат бойынша мен мал екімі олам. Мұнда лейтенант олмақ мүмкін. Чүнке али тәсілім бар. Контракт бойынша арби қызмет рахбетлешуының себебі юксек жемат статусында. Яқшы ичтимаи пакетті карьера тізмек мүмкінлігінде. Бірінші контракттан, яғни 3 жылдан сон о кенеде аңлашма тізе. Имзалай ве ипотека мескеніне невбетке тура біле. Русияда ордуға мұнасебет дынышты силялы куветлер стабиллик адасы ве ичтимаи лифт олып қалды. Енді ордуда қызмет етуф мечбуриетде гілді рахбетлік олды. Айша Шулакова, Линуза Бурсиетова, Султания Бакал, Виталий Голубев, Милетичун, Ахмешжит района. Бүгінге бойепсі хаберлер милет телеканалдан айрылмаңыз, хайырлы ақшамлар.